жасайтын рецептіміз бөдененің маринатында ең бұның дәмді болуы. Сол үшін маринатын көрсетемін қазір сіздерге. Бөденемізді аламыз. Чеснокты үкіштен өткіземіз. Паприка, чеснок, тұз, кішкене қара бұрыш чесногымызды салып қойдық. Және де апельсин шырынын. Және де кішкене май құйып араластырып жібереміз. Және де май құйып жібереміз. Осылай перепелкамызды қанша ұзақ тұрса сонша жақсы. Бір күнге қойылу керек. Біз 5-6 сағатқа осылай қойып аламыз. Маринатталу барысында осылай араластырып тұрамыз. Маринаты сіңу үшін. Біздің перепелкамыз осылай маринатталды. Қазір біз перепелкаларымызды духовкада пісіріп аламыз. Перепелкамызды пісірген кезде осылай фольгамен орап пісіреміз. Дайын болған кезде фольгасын алып, бетіне горчица және мед жағып, тағы 15 минутқа қойып аламыз. Біздің бөденелерімізді осылай фольгамен пісіріп алдық. Енді бетін ашып пісіреміз. Ол үшін біз бетіне осындай май, мед, горчица араластырдық. Бөденемізге жағып 5-10 минут духовкаға салып аламыз. Ол біздің перепелкамызды дәмді қылады, және де қызартып, әдемі қылып пісіреді. Осылай духовкамызге тағы да 5 минутқа салып аламыз. Осылай бөденеміз пісті. Қазір мен оформление жасап көрсетемін. Мінекей перепелкамыз духовкада осылай қып-қызыл болып пісіп шықты. Осындай әдемі оформлениемен дастарханға қоямыз.